Таобаудың қысқаша тарихы. Сіздің дүкеніңіз бар. Тауарды сатылымға шығарасыз. Сосын барлығын қайтып өзіңіз сатып аласыз. Сонда не пайда? Есі дұрыс адам осылай жасайды ма? Жасайды екен, байиды екен. Таобау тарихы осыдан басталады. Қытай нарығының 70%-ын америкалық Alpaut компания eBay жаулап алған еді. Қаптаған қалың Қытайдың арасынан бұған қарсы тұратын компанияның табылмағаны Джек Маның жүрегін ауыртып, намысына тиді. Джек Ма компаниясындағы ең мықты 7 программисті жасырын түрде алып, құпия жобаны бастайды. Ол Таобау болады. 7 адамның жатпай тұрмай жасаған жұмысы 1,5 жылдан кейін, яғни 2003 жылы жарыққа шықты. Таобау сөзінің мағынасы былай: тау сүзу, бау қазына, яғни қазына сүзу дегенді білдіреді. Атауы айрықша болғанмен, Alpaut компанияның азуында шайналып, шаң жұтып қалмас үшін ақылды адамдар мен мықты маркетинг қажет болды. Ол табылды. Таобаулық тәсіл мынадай еді. Олар бәсекелестікке бас қатырмады, қорыққан да жоқ. Жаңа шықса да жарқын болашағы көрініп тұрған Таобаудың олар бірінші болып бүгін жолын кесіп жөргегінде тұншықтырмаса, ертең eBayдің өзін құртатынын біліп, команданы аяғынан тік тұрғызды. Таобауды тас-талқан ету үшін 18 ай уақыт, жүлделі додадан ығыстырып тастау үшін $100 миллион ақша бөлді. Бүкіл ақпарат құралдарын 2 есе жоғары бағамен сатып алып, өздерін аямастан жарнамалады. Барынша өздерін мақтауға тырысты. Ал Таобау барлық қаражаты мен күш-жігерін клиенттердің көңілін тауып, ыңғайлы жүйе жасауға кірісті. Мысалы, клиент пен сатушының арасындағы сенімділік үшін депозит қойды. Алушы мен сатушы сол сәтте емін-еркін сөйлесе алу үшін чат қосты. Қытай поштасымен келісіп, жеткізудің құнын 3 есеге арзандатты. Алғашқы 11-11 акциясын, яғни тауарларға ерекше жеңілдік жасалатын сауда мерекесін жасады. 4 жылдық текетірестен кейін екі компанияның нарықтағы үлесі әуелгіге қарағанда мүлде керағар өзгерді. Ерекше нәтижеге жетті. Яғни Таобау сауданың 86%-ын, ал eBay 6% ғана иеленді. Сөйтіп шетелдік бәсекелесті нарықтан қуып шықты. Таобау қазір Қытайдағы номер 1 маркетплейс. 828 миллион қолданушысы бар. Күніне 360 миллион, яғни 4 Қытайдың бірі зат алуға кіреді. Әр минут сайын 48 мың заказ түседі. Таобау 82 миллион адамды тікелей және жанамалай жұмыспен қамтиды. Әрбір қытайлық жылына Таобаудан біздің ақшамен 600 мың теңгеге сауда жасайды екен. Ғажап жетістік, солай ма? Бұдан не түйеміз? Кез келген кәсіп клиенттің қажетін қанағаттандыруды бірінші орынға қойып, ыңғайлы сервис жасау қажет. Сондықтан да Жаңапост компаниясы Қазақстанда тасымал жүйесін цифрландырып, Қытайдағы әлемдік платформалар арқылы зауыттан арзан бағада тауар алуға жағдай жасап, халықтың ақшасын үнемдей отырып, мүмкіндіктерді жеткізгіміз келеді. Яғни, қалауларыңызды орындап, қарыштап дамып, сындарыңыз арқылы шыңдалып, кемшіліктерімізді түзетіп, дамып отырамыз. Парақшамызға тіркеліп, біз жайлы пікіріңіз бен айтар ұсынысыңызды комментке жазыңыз. Жаңапосттың жақсы клиенттері, сыныңыз шын болсын.